Қайырлы күн, қазақ елі. Мен Қызылорда облысы Арал ауданынан келдім. Осы инстаграмнан Жұмадан бауырымыздың осы жұмыс істеп жатқан жайында біліп, көріп, соған осы басымды осында тартып келдім Алматыға. Және қасымда балам бар, баламды ала келдім. Енді айтайын дегенім, осы 10 күн ішінде ем алдық, жақсы нәтиже көрсетті. Шөп дәрісімен емдеді, қан алды, илотерапиясын жасады, нәтижесі жақсы. Давлением 180-200-ге дейін көтеріліп кеткен. Қазіргі уақытта давлением түсіп 140-120 арасында түсті. Мен өте қуаныштымын. Ал балам ревматоидный артрит деп қойды, неше түрлі диагноздарды қойды. Ал неге келе, тексеріле келе, УЗИ-ға да түсіп, барлығының нәтижесін Жұмадан бауырыма көрсеткен кезде, ол кісінің айтуынша қалқанша бездің жұмысының дұрыс істемегеніне байланысты болып шықты. Байланысты дәрілерін, емдерін осы жаңағы айтқанда шөп дәрісімен емдеді. Қазір баламның аяғы жақсы. Бұрында оның аяғы түн ішінде мазалайтын, түнмен жылап шығатын, тізем, буындарым деп. Қазір уже 10 күннің ішінде ондай нені айтпайды. Мен қуаныштымын Жұмаданның осындай нәтижелі жұмыс істеп жатқанына, ризашылығымды білдірем. Енді осындай жұмыстар, осындай науқастар, біз сияқты науқастар келіп жатса, ренжімеңіздер, Жұмаданның осындай нәтижелі жұмысына мен ризашылығымды білдіріп жатырмын. Сіздер де көрінуге болады деп ойлаймын. Ауырмаңыз, Алла шипасын берсін.